алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан вешіндікі саатқа бойле малюмат. Симферополь ава лиманы Евсаневи учучынан адыны ташымақ керек. Қырым татарлар жемачылығы Қырым елбашчысына мұражат етіп, великий имена адлышур жедвеліне Советлер Борлегінің екі дефа қараманы Хамидхан Султанның адыны қошылмасына рижа етмеге істейлер. Қырым татар зиялылары Тогерекмас айтрафында боле қарарға келділер. Тешібісшілер группасы бұл суал üzerінде актив шекілде çalışmaға тырышалар. Олар Қырым жемачылығыны бұл ғайге қол тұтмаға чағыралар. Ава лиманға Евсаневи учучынан ады берілмек керек. Будем продолжать голосование на сайте российской общественной инициативы, потому что по положению, если инициатива набирает 100 тысяч голосов, ее обязаны рассмотреть на самом высоком уровне, вплоть до Государственной Думы. Я думаю, что шансы есть, и самое главное, и инициативная группа, и то, что сейчас мы работаем в социальных сетях, показывает, что не только крымчане за пределы Крыма, в разных регионах очень поддерживают кандидатуру Хамидхана Султана. Ноябрьнын 12-сіне Великий имена России адлы конкурсының тешкелячылары шортке ағытны имзаладылар. Бұл жедвелге Ресам Иван Айвазовский, императрица Екатерина II, флот юлбашчысы Павел Нахимов кірділер. Бұл уч сайланған шақыз в ЦИУ Мыдаресінің социологик сұравындан sonra белгіленді. Қырымда 15 сайляв пункт açılды. Оларның чоқысы мои документы МФЦ бөліклерінде ерлешмекте. Бұл бөліклер ноябрь 30-на же çalışacaklar. Украинада Керич боғазындан кечкен көпірнің сарқмасы ақта бүлдірділер. Қырым көпірнің информацион мерkezінде есе боле хаберны Евсане деп адладылар. Украинаның вақытын жежғал етілген территориясының суалері бойынша назирлігі деп адландырылған идаресі өзінің Facebook сәйфесінде хабер еткеніне көре, көпірнің ортасында демирюл кечетінің кемері бір ел ішінде 30 мм-ге көтерілі. Машиналар кемері есе 32 мм-ге же сарқа екен. Көпірнің информацион мерkezінде есе боле бүлдіруге шақа елі бақтылар, веншат толысынен ішке азыр деп емин еттілер. Благовещенск шейрінден ялан хабер сеслендірген генч 5 елға апсетілі біле. Отунявын Керич колледжінде миналар ерлештірілгені ақта хабер юлағаны да. 18 яшлы студентке қаршы Амурск вилаятының тақиқат комитеті жинайы иш açты. Полис хадимлері террористик әрекет ақта хабер еткен шақыз кім олғаныны белгіледілер. Бұл 18 яшлы оғлан екен. Жинайы кодекске бинайын о 3 елдан 5 елға же апске алынмасы мүмкін. Курчи қасабасының 78 яшлы сакина Алиеп Керимова яны ев байрамыны қайдетмеге әзірлана. Бүгін ona екі одалық квартиранын анақтары берілді. Мескен ярны сатын алмақ үшін Жұмқұретінің бюджетінден 2,5 миллион рублей арылған адам. Бұны нефақаджы 10 ел бекледі. Өз құванчынен қадын бізі мұхберіміз Сабрие Алимованен пайлашты. Поздравляем, что этот день наступил. Справедливость восторжествовала. Вы, живя на своей родине, получаете комфортабельное жилье. Я от всей души хочу сказать, что это стало благодаря только слаженной работе команды. Начиная от главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, главы администрации района Симферопольского, заместителя руководителя главы администрации района, руководителя сельского поселения и наших. Бүгін Алие ханымның қатарасында эбедиен қалажақ. Бүгін оның арзу ниеті амелге кешті. Хадын Ахмеджит районында өз квартирасының сайыбы олды. Алие апте чоқ еллар девамында ев алмақ üçün невбетте тұрды. Қадын 80-нчі сенеден берлі пек мұшкул шарайтта яшайды. Бұл евта 50-нчі сенесі құрылды. Көргеніңіз кібі бинаның деварлары чатлаған ве кергін алда бұлынмақта. Бөйле шарайтсыз евде Алиеп Керимова 30 ел девамында яшамақта. Алие ханым белі сүлелерден бірінің еждатыдыр. Бабасы оңа Алие Бату, яни княжна деген адыны берген еді. Ләкин Алиептенің тақдері пек ағыр олды. Вон, видишь, смотри, вот, смотри на потолке. Видишь? Видишь? Смотри углы. Это все углы отошли. Бір вақыт рухтан тушмемек. Кечміште Самарканд шерінде велоспорт бойынша чемпион олған қыз бойле шарнен яшай. Алие аптенің тариф еткеніне көре о чешіп мусиселерге мұражат етті. Бұны маса устунде ве пенжереде дестеленген мектуплері таздықлай. Что такое жилищный вопрос? Это основной вопрос нашего народа. Добрый, да. Они, оказывается, не занимаются жилищным вопросом. Чубар. Я повернулась и ушла.
Тек Русия президенті Владимир Путинге yazılған мұражатының нәтижелері олды. Кечкен сене суал чезіліп башланды. Венді Алия ханымның қолында яны квартираның анақтары бар. Решение администрации появилась возможность обратиться в Государственный комитет по выделению дополнительного финансирования для приобретения жилья. Данное жилье было приобретено в рамках программы укрепления единства российской нации и было выделено порядка 2,5 миллионов рублей в 2018 году на приобретение жилья для улучшения жилищных условий. 2018 senesi içinde реабилитация olunған гражданлар için mesken satın alınuvına 80 milyon ruble ayrıldı. Kvartira nevbetinde turganlar ve kategoriyalarga uygun gражданлар mutlaka şahsi meskennin sahipleri olacaklar. Sabriye Alimova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Елның сонуна же ярмадамыз 95%-ға рақами сигналнен темен етілежек. Буақтайчқы саясет малюмат вебақ назиры Сергей Зырянов Сақ районның Мали Яни Наташина көйінде радио ве телевизион меркезі açылуы кеті шатында бұлдырды. Декабрінің сонына қадар 40 станция ерлештірілежектір. Назир хабер еткеніне көре, имтиязлылар рақами сигналны қабыл етмек үшін мақсус приставкаларны ала білелер. Оның сөзлеріне көре, Қырымның емек вечтемай қору назирлігі енді жедвеліні азырлады. Она бинайын более приставкаларны алмақ үшін 4000 инсанға тазменат берілежек. Хатырлатамыз 2019 сенесі январының бұрынден аналог телевизион сигналы сондырылежек. Қырымлылар севімлі программалардан айрылмамалары үшін рақами тертибатны ерлештірмеге ашықмақ кереклер. Здесь именно 3 мультиплекса будут передавать российские телеканалы. 27 телеканалы Российской Федерации и плюс в этом пакете еще 3 радио. С сегодняшнего дня охват около 9000 человек здесь будет, 5 поселков будет покрыто сплошь. Дело в том, что почему именно эту точку выбрали для улучшения качества связи. Здесь с Донузлава, с Черноморска идет с той большой вышки тоже перехват. И эта базовая станция, эта вышка будет перехватывать и дальше давать сигнал, когда она будет чуть-чуть выше. Керечте Хадими Джума жамесінің реставрациясыны кечерелер. Бұл жами да 18-інші асырда құрылғанада. Бүгін бина тарихи ве медени абеде саяла. Аман-аман веран ұлынған мұқадес бинаны евелкі көрінішіні сақламақ ве ғайрыдан тіклемеге имкан пейда олда. Тавслятлы жа Султания Ситакаева тарифетежек. Мында ишлер эр күн алып барыла, шымды құручылар бинанын ок көрінішіні тіклейлер, темеліні қавелештірелер ве территориясыны абаданлаштыралар. Бұндан да ғайры жаминын ішінде де тамир ишлер кечірмеге ве қораламаға планлаштыралар. Если вы зайдете внутрь, то увидите, что есть... Жаминын ішіне кіргенде ағач бөлме, жамины екі қатқа бөлгенini көреміз. Бұ доғры дегіл, эвелері оле дегіледі. Шу себептен жиматымыздың ве первасыз қалмаған инсанларын ярдымынын жаминын тарихи көрінішіні исторический облик нашей мечети. Бина да екінші жан-женкі вақтында зарар көрген еді. Чоқ заман қапалы еді. Сонра мұнда китапхане açılды. Чешіт оғру япылмаған тамирлер ве башқа құручылық ишлері ибадет иншаатының өзгүнлігіні бозды. Бүгінгі күнге же тек фасадының ве пенжерелерінің элементтері сақланып қалды. Ерлі сәкенлер шымды тек тарихи көрінішіні тіклемектен ғайры весиқаларны ресмилештірмеге ве Қырым мұсылманларының дини идаресінің балансына кечірмеге тырышалар. Что от нас зависит? Все силы наши. Біз шымды тамир ишлеріні кечіреміз, қолымыздан келген чарелеріні бақамыз. Әмді испалкомда олған адамлар бұ жаминын весиқаларынен оғрашалар. Бұ мәселені тез чезме керек. Тамир ишлері кечірілгеніне бақмадан мұсылманлар бұ ерге тек керічтен дегілді қытадан біле намаз қылмаға келелер. Нарим Усейінов ер жұма күні жаны көйінден дуа япмақ үшін келе. Чөнке Қырым татарлар топлу яшаған қасабада жами жоқ. Яны жами үшін дамарта тек шымды айырылды. Бек зақ бяқа келмеге 15 километр жүреміз. Шынды ақшы жоқ, біз спонсор қыдырамыз. Спонсор болса, қысмет етсе, Алла берсе, башла жақмыз. Салмаға жами. Кеченлері Қырым мұсылманлары дини идаресінің қол тұтывынен 33 метрлік минаре ерлештірілді. Мұсылман ань-анелеріні сақлап қалғанлар тезден жұма жаминын евелгі көрініші ве ейбетлігіні қайтармақ мүмкін олажағына ве жами шерінің ең белі абиделерінден бірі олып қалажағына еминлер. Султания Ситакаева, Магомед Несторов, Милет үшін.
Yolnaqlet қазасы нәтижесінде бір инсан ілі қолды ве 5 yolcu yaralанды. Қаза Сақ Ахмезжет трассасында юзберді. Февкуляды вазетлер нәзірлігінің регионал идаресінде хабер еткенлеріне көре рейсі бойынша кеткен автобус енгіл арабанен чатышты. Yolnaqlet қазасы бүгін сабақ Ахмезжет районының Сарабыз қасабасына яқын ерде юзберді. Евелкі мәліметқа көре автобусның айдақшысы сол тарафқа бұрылғанда Ахмезжет бетке бұрып айланды. Жанкой тарафтан келген енгіл араба она ұрылды. Автобуста бұлынған 30 yolcuдан боры яраланды, енгіл арабада кеткен 4 yolcu да зарар көрді. Оларға жилетті бей ярдым берілді, енгіл машинаның айдақшысы яралары себебінден елі қолды. Женюбей Арби округның 150-ші мотострелковая дивизиясының зенит ракета комплекслері шартлы рақыпның Арби дронларыны йоқ еттілер. Арби бөліклер оқув телюкесі тедбірлеріні черчвесінде көтерілділер. Олар кереклі районға механизация етілген колонна елі марш еттілер. Арбилер авада ұрывларыны угренділер ве шартлы зарарлы ерлеріні кечтілер. Бұндан да ғайры зенитчиклер чешіт ава межгулетлеріні де бедерділер. Умумен амели тедбірлерге 300 арби хадим желп етілді. Бұл афта девамында 50 ынтылов. Украина сәкенлері ярымадамызға 200 килоға яқын яғ, ет ве балық көрсетмеге тұрыштылар. Ама сыныржылық ветеринар незаретінің хадимлері бұна yol бермеділер, деп хабер етілі идаренің матбуат қызметінде. Мал Армянск, Джанкове, Перекоп, Кечув ноқталарында ел багажында ве машиналарының юг бөліклерінде тапылды. Россельхознадзорның мутихасыслары есе Қырымға армут, алма ве бақла көрсетмеге рұқсет бермеділер. Қайдет мелеке Украина сәкенлері бұл малны ярмадамызға 50 кере көрсетмеге тұрыштылар. Жинайетчілер қыдыру бөлігінің оператив хазимлері этник группасының азаларына яқаладылар. Олар наркотиклер япылығында шекленелер. Суйқатшылар чалышқан ве наркотиклерін сатмаға тұрышқан вақытта қолға алындылар. Полис хадимлерінің кечіргенішлері нәтижесінде оларының келішмелеріне yol берілмеді. Қырым Жұмхұреті бойынша ішкі ішлер нәзірлігінің тақиқат идаресі жинайы еш açты. Бұл кібі жинайет үшін инсанлар 20 елға же апсетілі білелер. Тек бұл сене Қырым прокуратурасы сақатлар ве ветеранларының ақ құқықларының бұзылуыны белгіледі. Оларны ексілтмек мақсадынен махкемеге мұражатлар yazılды. Девлет қызметшілері ise жазаландылар. Идаре бұл гражданлар категориялары угунде тұрған бір сыра мерасимлер ішлеп чықарылды ве өмірге кечірілі. Епісі бұл ве жематлар арасында тізілген берабер іш нәтижелеріні бүгін прокуратураның ачық форумында музакире еттілер. Мероприятия разноплановые, они включаются и встречи, и прием граждан, и проверки совместные. И, в общем-то, есть какие-то результаты. И сегодняшнее мероприятие, вот именно оно такое, как бы, не совсем подытоживающее, потому что они будут продолжаться, но вместе с тем такой промежуточный итог подвести, как у нас все это получается, наметить планы на следующий год, собственно говоря. В рамках сегодняшнего форума мы планируем подписать соглашение. Форумда чоқ балалы құранталарының меселелері де музакире етілді. Прокуратура ярдымы елі өксізлерінің мескен елі темин етілуіне бюджеттен айрылған малие 100 миллион рублиге артты. Прокуратураның қаршы давалары бойынша бұл категориядан 49 инсан квартираларыны елде еттілер. Мен прокуратураға мұражат еткенде аман-аман мұражатларының эпісі қабыл етілеве ішленілі. Девлет қызметшілері бұндан соң жаза чықармаға қарар алалар. Бойлеліктен чағына etmеген балаларының ақ ұғуқлары темин етілі. Бұл іште мен оларға тешекүр білдірем. Біз прокуратура или ишбірлік құрылмасына қол тұтамыз, чүнки біз чоқ балалы қоранталарының ве чоқ балалы қоранталардаки балаларының ұқуқлары амелге кечірілмесі или оғрашамыз. Бұл сырада махкемеде ишлерінің бақылмасында да. Әлбетте, біз үшін бұл еметлі іштір. Енді севімлі іш яны хобби үшін пара төлейлер. Қырымда жаған әмели санат ұсталары грантларыны елде ете білейлер. Бұна мемлекет бюджетінден бойық паралар айрыла. Бөле программаларда іштирак етмек үшін нелер yapmalı. Халық esnaflarının инкишаф yolları насыл, бүгін бұақта Қырым татар медени тарихи мирас музейінде музакире кечірілді. Семинар Қырым татар ананеве халық esnaflarının угренілігі сақлап қалынуы ве инкишаф еттірілігі меселелеріне бағышланды. Іштиракчилерге яны қанун ақтады тариф еттілер. Бұл қанун халық санат esnaflarына бағышланғандыр. Енді Қырымлы ұсталар ананеве esnafчылықны да зияде фаль шекілде рағбетлештіре ве инкишаф еттіре білелер.
Законом предусмотрено получение звания заслуженного мастера и ремесленника Крым, получение на льготных условиях мастерских, помещений для проведения выставок, ярмарок. Народно-художественный промысел работает на стыке нескольких министерств. В каждом министерстве есть своя программа. Государство готово к сотрудничеству и этот сегмент экономики развивать. Cumhuriyetinin бюджетіне туристик садан қошулған бергілер кечкен сененан көстергічлерінден ашты ве 2 миллиард рублейден зияде параны тешкіл етті. Бұақта курорт ве туризм назирлігінің матбуат қызметі хабер ете. Ерлешу объектлерінде қызмет көстеруінің фиаты кечкен сене дәрежесінде қалды, көмер объектлерде есе атты ұжызлады. Назир айтқанына көре, әкімет ве бизнес бір-бірінен іш тұтқанлары үшін бөле нәтиже олды. Бұндан да ғайрағымда кесене туристик мевсім девамында кечкен язға баққанда, Чалышқан пляжларының сайысы 59 данеге артты. Қайдетмейлеке Қырым Илк Сефер юксек мевсімге федераль каналарында берілген доғрудан-доғру рекламанен кіріп келді. Хатырлатамыз, бұл сене ярмадамыз Русияның курорт регионлары арасында ең бұйық туристик ақымы көстерді. Юрек Эмиронин яшаған Эдип. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде Ибраим Пашының 100 елығына бағышланған хатыра ақшамы олып кечті. Бұл инсан Қырым татар эдебиятында язы жевеновый лист кібі беледір. О Озикаеве повестлеріні яшлықтан yazып башлады. 1970 сенесі оның чечек векқан адлы бұрынжи жинтығы нешір олынған еді. Ама кемалатына еткен вақыт Ибраим Пашы бұйық әсерлер яратып башлады. Бүгін оның ұзылген зынжы романы тақдим етілді ве язычының шақси архивінден 1939 сенесі берілген аттестат көстерілді. Ибраим Пашы тек аля балалар алып оқуған екен. Кележекте Ибраим Пашының икәйлер жиынтығының нешір етілмесі планлаштырыла. Çok çalışaydı, çok yazaydı. Sokaysı bıraktım ben darlaydım de. Davleniyesi көтереді. Ana o kitap çıktığında onda kovanında o sanki dersin küçüğüne bağladı. O kitabı çıktı. Bir hikayeler kitabını hazırlarımız. Bu zeyletip yazıcının hikayeleri de böyle bir toplu alında çıkarımız. Çünkü studentler için pek gerekli. Ахмет Жетсакені Имин Сефершаев Тарко Сали шерінде кечірілген күреш турнирінде ғалибе қазанда. Қырымлы спортшы 55 килочек категориясында ең күчлі олды. Сергей Попенковның талебесі турнирде 4 тұтышып кечірді ве ерборынде ғалип чықты. Финалда бізім семедешіміз Учборы Сабылі Курск шерінден келген Фирдовс Хайбулоевны еңді. Ярышта Русиядан, Украинадан ве башқа ерлерден келген 121 спортшы іштірак етті. Ахмеджетте пауэрлифтинг бойынша Чехве шақси тақым турнирі олып кечті. Бұтын ярмададан топланған спортчылар өз батырлық күчіні нұмайыш еттілер. Классик күрешіві 75 іштіракчыны топлады. Оларының арасында 25 қадын да бар еді. Чемпионатта бізім телевизион тақымымыз да болынды. Ярыштан evvel спортчылар чешет межгуриyetleriyle оғрашалар. Олар бар күчінен тырышалар, чүнки тек боле етіп, күрешчілер өз үстінлігіні нумайыш ете білелер. Татьяна Яценко бұл кібі ярышларда ilk сефер іштирак ете. Спортчы қасаветлене, амма ғалибе қазанмаға азыр. Пауэрлифтингом я только начинаю, буквально делаю свои первые шаги, а спортом я занимаюсь давно. И когда достигаешь определенных результатов, нужно двигаться дальше, стремиться и развиваться. Поэтому, наверное, пришло время попробовать себя в чем-то серьезном. Бірлері межгуриyetlерінен оғрашқан вақытта башқалары мейданға шықмаға азырланалар. Ленур Катаев үшін бұл ярыш оның мақсат yolunda да бір басамақтыр. Оның ниеті дүния чемпионатында иштирак етмектір. Ну, на самом деле приехал как на тренировку, так как на данный момент готовлюсь к чемпионату мира. Команда выступила тоже отлично, так как у меня два новеньких спортсмена, два, скажем, новых участника в нашей команде. Вот. И наш тренер нашего фитнес-центра также занял первое место, поэтому, в принципе, общим результатом я доволен. Күреш мейданына тәжірибелі пауэрлифтерлерден ғайры имканлары сынырлы олған спортчылар да чықтылар. Олардан чықышлары yüksek seviyede keçті. Чүнке чемпионат тешкилячыларының айтқанына көре, қайделер эркес үшін бір еді. Выступает каждый год, они выступают очень хорошо, достойно. Феодосийские и джанкойские спортсмены очень достойные результаты. Также они являются чемпионами мира, выступают постоянно в чемпионатах мира, выигрывают призовые места, представляют Республику Крым.
Турнир екінленген сон ғалиплер фақри ярлықлар ве медальлер иле тағдирленді. Декабрның 5-інде енді ән күшлі Қырым сакинлері пауэрлифтинг бойынша Женюби ве Шимали Кавказ федераль округларының ярышларында иштирак етежеклер. Наджия Исаева, Сибиля Меметова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Шымдылық бұл мәліматларының эпосыды саат 20 бурбучоқта секележе қаберлер программасына қачырманас. Бозылы олынас.